Ассалаумағалейкумдер. Мен сіздерге бүгіннен бастап ақша табудың қандай приложение, программалар мен сайттармен ақша табу жолдарын үйретпек боламын. Алғашқы видеом мына кран рублей заработок деген приложениені Play Market-тен жүктеп аласыздар. Кран рублей. Қазір сіздерге жазып көрсетемін. Кран рублей. Кран рублей. Отай жазасыздар, шығады. Жүктеп аласыздар. Открыть деп ашасыздар. Бастапқы сіздерге кіргеніңізде баланс деген жерінде промокод берем. Сіздерге сол промокодты жазсаңыздар, сіздерге 5 рубль береді бастапқыда. Содан кейін задание орындайсыздар. Ол задание осындай не шығады? Приложение. Бұны бастапқыда Google Play-ден жүктеп аласыз, установить етіп. Одан кейін екінші запустить деген басасыздар. Запустить басқан кезде бұның ішінде ойын ойнамайсыздар. Тек мына жердегі 20 жылтышаның үстіндегі қасындағы заданиені орындайсыздар. Осындай видео шығады. Видеоны до конца көрулеріңіз керек. Осындай видео шығады. Видеоны сіздер до конца көрулеріңіз керек. Айтпесе сіздерге ешқандай монета ақша бермейді. Міне көріп болдық та, және X-ті басу үшін біздерге тағы да уақыт күту керек. X шықты, X-ті басамыз. Бұл жер ешқандай ойнамайыз. VT из игры деп басамыз. Болды. 15, яғни 15-14 минуттан кейін сіздерге тағы әр 14, әр 15 минут сайын сіздерге задание орындайсыз. Осындай видео көріп, және 3 монета беріледі. Және шығамыз. 101 монета болды. Және бұны қалай шығарамыз десек, настройки деп басамыз. Kiwi валюта дейді. Kiwi валюта басамыз. Осы жерге өзіңізді кивиіңізді жазасыз. Және де сіздерге қалай ұлт шығару үшін мына жердегі менің кодым жазасыздар. 25994 деген жазсаңыз, сіздерге автоматически 5 рубль беріледі алғашқыда. Міне сіздерге 5 монета береді. 1 монета 0,1 рубль. Мен қазір ақша шешіп көрсететін болам. Так. Неге кірем? Заметкеге кірем. 770. Осы кивиошел нөмірім, осыған кірем. Установить етем. 7. Так, плюс 7 салам. Яғни виватаны басам. Басам. Так, ошибка при пересылке пуль номер страны неактивный дейді. Так, 8 басам. Яғни бұл жерде не активан. Яғни бұл программа жалған. Немесе ол киви кошелек дұрыс жасамай тұр деген. Мен алдағы уақыттарда сіздерге қалай шығару керектерін үйрететін болам.